Ассаламу алейкум жігіттер, қалайсыңдар? Видеоға қош келдіңдер. Бүгін сендерге қыздармен социальный сетте қалайша дұрыс сөйлесу үшін өзінің жақсы деп санайтын 3 кеңесімді беретін боламын. Соның арқасында олар сендерді френдзонаға азырақ тығатын болады деп үміттенемін. Егер де барлығы түсінікті болса, уақыт кетірмей бастайық. Ал кеттік. Кеңес нөмір 1-ші бұл қыздармен сөйлескен кезде алдын ала өзінің басты мақсатында біл. Көп жігіттердің қателігі олар қыздармен сөйлескен кезде тек қана қыздардың күлгенін ғана қалайды ғой. Анандай күлетін смайликтер, жүрек смайликтер соларды алып қана риза болып отыра береді. Ал шын көзбе-көз свиданияны жасауға ұмыт кетеді. Ал бірақ қыздарға олайнан жұмыс істемейді. Олар ондайдан тез жалығып, мына жігіт екеуміздің танысқанымызды новый уровень шығарғысы келмейді, онда ол тек қана менің интернет досым бола берсін деген сияқты списокқа лақтырып жібереді, а потом жігіттер отырады ренжіп. Ондай жағдай болмау үшін дұрыс сценарий негізі былай болу керек. Например, мен кеше мысалы қызбен таныстым делік, оның номерін или инстаграмын алдым. А потом ертеңгісі күні мен оған жазамын: қалайсың Жанара, бұл Нұржан деген сияқты. Потом ол жазады: сәлем, қалайсың деген сияқты. И осыдан кейін, конечно, саған можно кішкене 2-3 сөйлем, біраз онымен прикол ұстап, ойын ойнап, хотя мен де сөйледім, біраз кішкене ойын ойнап, флиртовать етіп. Но потом ең соңында мен обязательно екеуміз бірге осы аптада қыдырып қайтпадық па деген сияқты козырный картаны тастар едім. Потому что именно осыған қарап ол ойлайды, мына жігіт серьезный ма жоқ па деген сияқты білетін болады. И сенің свиданиең бола ма болмай ма тағдыры осы жерде шешілетін болады. Кеңес нөмір 2-ші бұл тура діп-түзу сұрақтарды қоя біл. Жаңағы бірінші кеңесте мен саған мысалда айтқан болатым, что қыздармен перепискада ең соңына таман нақты сұрақ қойған дұрыс деп, оны свидания шақыру үшін. Ал егер де сен қисық сұрақтар қоятын болсаң, мысалға негізше екеуміз уақыт босап жатса, как-нибудь қыдырып қайтсақ дұрыс болатын шығар, иә деп сұрақ қойсан, онда ол саған айтады: иә, по идее болады деген сияқты қисық жауап қайтаратын болады. И сен осы кезде миыңнан: так енді қыдырып қайтпадық па деген сияқты қайтадан жаңағы қойғың келмей отқан ыңғайсыз сұрағыңды қоятын алғашқы позицияға қайтадан келіп түсесің. Сондықтан да жігітім, мұндай жағдайға тап болмас үшін нақты жүрекке тура баратын сұрақты қоямыз. Екеуміз осы аптада кофе ішіп қайтпадық па деген сияқты сұрақ қоямыз. И егер де ол қыз иә десе, онда керемет. Сен үшін среда әлде пятница ыңғайлы бола ма деген сияқты ары қарай наводящий сұрақтарды қоятын боламыз. Егер де ол «Я, давай среда» десе, онда айтасың: керемет, давай примерно сағат 5-терге таман мен саған точный адресін жазатын боламын дейсің. Кеңес нөмір 3-ші бұл қай уақытта қоя салу керектігін білу. Құттықтаймын сені, бүгін среда. Сенің көптен күткен қызмен кездесетін уақытың келіп жетті. Бірақ сен қызың өкінішке орай: кешірші, мен бүгін келе алмаймын, маған срочно бір жаққа кету керек болып тұр деген сияқты отмазкаларын жаза бастайды ғой. И оған қарап тұрсаң, кім кінәлі сонда? Сен ба? Мүмкін емес. Сендей өзіне деген сенімді красавчик жігіт никак кінәлі бола алмайды. Қыздар ондай негізі жасағанды өте қатты жақсы көреді ғой. Бірақ ондай кезде ұлдар алады да: жарайды, онда ертең барайық, или болмаса бүрсі күні қай уақытта сен бос боласың деген сияқты чорт бола қалады да. Ал негізі үйткеннен көрі мен саған айтарым: былай істе, айт оған, жарайды. Егер де шешіміңді өзгертсең, онда мені қайдан табу керектігін білесің деп жаза сал. И осыдан кейін даже сен ойлайтын анандай қатайып қалған чикалардың өздері саған 1-2 аптаның ішіне қайтып келетін болады ғой, давай кездесейік деп. А если үйтіп жазбаса, онда значит ол явно сені ұнатпайтын тип деген сөз ғой. Саған оған SMS жазып, уақытында кетіріп қажеті жоқ досым. Онда просто саған қоя салу керек қой, потому что егер де сен дальше жақсы көрмейтін қызды қуалай беретін болсан, ол сенің сенімділігіңді құртатын болады. Ал жарайды, ендеше видеомызды осы жерден қылқындыра берсек болады. Саған видео ұнаса, хотя бы кішкене осындай пайдасы тисе, онда лайк қоя салшы, себебі бұның өзі де каналдың дамуына деген үлесі өте зор. Ал саған айтарым, негізі каналға подписка жасай салған дұрыс, себебі әлі алдыда өте қызықты видеолар сені күтетін болады. Сенімен мен қоштаспаймын, келесі кездескенше өзіне деген сенімді жоғалтпа.